Саламатсыздар ма, балалар? Бізде математика сабағы. Сабақтың тақырыбы құрама есептер. Мақсаты: санды өрнектер түрінде барлық арифметикалық амалдарға берілген қарапайым есептерді шешуді, қосу мен азайтуға берілген құрама есептерді санды өрнектер түрінде шығарудың моделін құрастыру. Енді балалар, ойымызды ширатып алайық. Мына есепке назар аударыңыздар. Автобуста 27 адам болды. Аялдамадан 10 адам түсіп қалды. Неше адам автобуста қалды? Он жеті адам автобуста қалды. Тәтті мақта 45 теңге, ал мұз кәмпит 20 теңге тұрады. Гүлнар тәтті мақта мен мұз кәмпит сатып алуға неше теңге төледі? Гүлнар 65 теңге төледі. Бұл есептерді балалар неше амалмен шығардық? Дұрыс айтасыздар, бұл есептерді біз бір амалмен шығардық. Келесі, дүкенде 12 килограмм карамель және 16 килограмм шоколад кәмпиті болды. Балалар мерекесіне 4 килограмм кәмпит сатылды. Дүкенде қанша килограмм кәмпит қалды? Қалай ойлайсыздар, балалар? Бұл есеп неше амалмен шығады? Дұрыс, бұл есеп екі амалмен шығарылады. Яғни, барлығы қанша кәмпит екенін табамыз, 12-ге 16-ны қосып, мәні 28. Сол 28 кәмпиттен біздер сатылған 4 кәмпитті азайтамыз. Сонда дүкенде 24 килограмм кәмпит қалды. Бұл қандай есеп? Бұл құрама есеп. Екі немесе одан да көп амалмен орындалатын есепті құрама есеп дейміз. Құрама есепті шығару үшін оны жай есептерге жіктеу керек. Қазір орындайтын тапсырмаларымыз осы суреттерге байланысты болады. Біздер Алматыға саяхатты жалғастырамыз. Шымбұлақ Алматы маңындағы Іле-Алатау шатқалының 2510 метр биіктігінде орын тепкен тау шыңғылық курорты. Талғар асуының бөктеріндегі бұл спорттық кешен 1954 жылдан бастап тау шаңғысы спортшыларының сүйікті орнына айналған. Медеу мен Шымбұлақ арасында жүретін 4,5 шақырымдық аспалы жолдар салынған. Осы жолдар арқылы тау шаңғысы кешеніне 15 минутта көтерілуге болады. Болат арқандарға секундына 5 метр жылдамдықпен жүретін 115 кабина орнатылады. Яғни олар 1 сағатта 2000 адамды тауға көтермек. Енді, балалар, мына есепке назар аударыңыздар. Есептің шартын оқы, есепке сұрақ құрастырып, есепті шығар. Дескрипторы: есептің шартын оқыды, есепке сұрақ құрастырды, есепті шығарды. Есеп: аспалы жолмен жүретін бір кабинаға 8 адам сыяды. Серуенге 24 бала, олардан 3 есе кем ересек адамдар келді. Балалар, қандай сұрақ ойластырдыңыздар? Жарайсыңдар, дұрыс. Барлық адамдарға қанша кабина қажет? Бұл есептің қысқаша жазылуын мына сұрақтар негізінде құрастыруға болады. Бірінші сұрақта: кабинаға неше адам сыяды? Серуендеуге қанша бала келді? Ересек адамдар қанша екені белгілі ме? Қанша кабина қажет екенін бірден таба аламыз ба? Қане, есептің шартына назар аударайық.
Яғни бір кабинада 8 адам сыяды, баланың саны 24, ал ересек адам белгісіз, бірақ 3 есе кем. Енді бізде кабинаға неше адам сыятынын анықтауымыз керек. Бірінші амал, 24-ті 3-ке бөліп, ересек адамның санын табамыз. Екінші амал, яғни барлығы қанша адам екенін табамыз. Барлығы 32 адам. Барлық адамның санын кабина санына бөлгенде бізге 32 адамға 4 кабина қажет екен. Жарайсыздар, балалар. Енді сіздер өздеріңізді бағалап қойыңыздар. Қол шапалақ әдісі арқылы. Егерде тек қана есептің шартын оқысаңыз, бір шапалақ. Ал егер есептің шартын оқып, есепке сұрақ құрастыра білсеңіз, онда 2 шапалақ. Есептің шартын оқып, есепке сұрақ құрастырып, есепті өз беттеріңізбен шығарсаңыздар, 3 шапалақ. Жарайсыңдар, балалар. Келесі оқулықпен жұмыс. Номері 3-ші тапсырма. Есептер бойынша өрнектер жаз. Бірінші есеп. Медеу мұз айдынына 9 бала келді. Бұл ересек адамдарға қарағанда 3 есе артық. Мұз айдынға неше ересек адам келді? Балалар, бұл қандай есеп? Дұрыс, бұл жанама есеп. Сол себептен мұқият болыңыздар. Тек қана өрнегін жазамыз. Тексереміз. Келесі есеп. Мұз айдынға 9 бала, ал олардан 3 есе артық ересек адамдар келді. Мұз айдынға барлығы неше адам келді? Бұл есепті, балалар, неше амалмен орындаймыз? Жарайсыңдар. Бұл есепті біз 2 амалмен орындаймыз. Бұл бізде құрама есеп. Тексереміз. Келесі. Автобусқа 24 бала, балалардан 3 есе кем мұғалімдер, ал мұғалімдерге қарағанда 2 есе кем ата-аналар отырды. Автобусқа неше ата-ана отырды? Бұл қандай есеп? Дұрыс, бұл құрама есеп. 2 амалмен шығарамыз. Тексереміз. Жарайсыңдар, балалар. Енді сіздерге берілген үй тапсырмасы номері 4 пен номері 6 тапсырма 31 бет. Сау болыңыздар.